الحمد لله وحيد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام عليك مرسلين الحمد لله رب العالمين أما بعد قال القوم جماعة المسلمين أهلين Balıklarınıza atıptan kelgen taң kayırlı, Kudayдың берген күні берекелі болсын. Жасасаңыздар өмірлеріңізге, қылсаңыз диханшылықтарыңызға, өсіріп отқан ұл-қыздарыңыздың өмірлеріне Құдай береке берсін. Мынау балам балым, баламның баласы жаным деген екен бір қазақтың сөзі ақылдың көзі ғой. Сондықтан шынында да бала бал. Кеше Сырдың бойы Мырзаның шөлінде бір Есен деген Мұрагер деген рестораны бар. Ескі баяғы ресторанның орнында өзі ресторан ашып, осы Мырзаның шөлі Сырдың бойында ең бірінші кәдімгі үлкен үлгідегі жаңа мәдениеттегі ресторан ашып, соның қасына бір Мұрагер деген үлкен тойхана салып, перзенті болған екен. Соның жиынына қатыстық, баланың Әмірлан қойған екен. Ол баламыздың да бауы беріп өмір жасы ұзақ болсын. Сол жерде біраз жігіттермен, кісілермен отырып қалдық. Сол жерде жаңағы тәжік, парсы балдар, тәжіктің ұрпақтарымен, молдамен барып қойған едім. Бір кісі дастарханның басында сұрады да, осы сіз тәжіктермен жүресіз, осы тәжіктер адам оқиды, адам оқу дінде бар ма деді. Шифаул айзи ас-суал деп, мынау ілімсіздік дерттің шипасы сұрақ деген ғой енді. Сұрақ сұраған балам енді айтпай қояйық. Сондықтан мал фарқу байнал араби ал ажам деді. Пайғамбарымыз өте ақылды, қасиетті адам ғой енді. Ол кісі ол ертеңгі болатын күндерді де ол кісі әр уақытта болжап тұрған. Сондықтан вахарина минкум ламма ялхаху бихим вахувал азизул хаким дейді. Садақаллахул азим. Жұма сүресінің аясы түсті. Қиямет жақындаған кезде барлық адамдар дінге кіре бастайды. Сонда араб емес көп мұсылмандар болады деген кезде пайғамбарымыздан сұрағанда кімдер кіреді деген кезде сонда Салмани Фарси деген кісі отырған. Парсының баласы Салман деген мағына береді. Аударған кезде сол кісінің оң қолынан иығына қолын қойып, осы Салман Фарсидің ұрпақтары дінге қатты қызмет қылып, дінде бізде пешқадам болып кетеді, алдыңғы қадамға өтіп кетеді. Және ілім сұраяда болса, шолпан жұлдызында болса да, осы тәжіктің балдары, парсының ұрпақтары алады деген пайғамбарымыздың даналық өте көрегендік сөзі бар. Ал енді сондықтан кеше мынау бір Анарбек деген тамада баламыз бар еді. Көке мен туралы айтыпсыз да, біраз адамды қосып кетіпсіз дейді де. Сол кезде жаңа әңгімені искусство общения дейді бұл. Тікелей бір адамға әңгімені айтуға болмайды. Сондықтан оны түсіндіріп айтасың. Сондықтан мынау жаңа адам оқуға келе жатырмыз ғой енді. Сондықтан бұл тәжіктер оқып жатыр деп сұрады. Сұрақтың өзі адамға түсінікті болу керек. Сондықтан басында айттым ғой сіздерге. Осы қасыңыздағы молдалар адам оқиды, сол дінде бар ма деген кезде парсылардың қызметін айтып кеттім да, алдыңғы парсылар қанша қызмет қылған. Міне сондықтан айналайындар, барлық нәрсе бұл дүниеде ілімменен болу керек. Егер де ілімсіз болатын болса, ол дұрыс болмайды. Мынау біздің қазақтар бәленшені шлияғы оқыпты деп жатады. Шифаул айзи ас-суал деп, соны біз бала кезімізден сол шлия қылып жүрген адамдардан соны сұрағанбыз. Бұл шлия деген не? Біреу Құран түсіріп жатыр дейді, біреу Құран аударып жатыр дейді. Сондықтан бізде кеше мен айттым ғой, бізде сұрап жеткенбіз. Сондықтан сіздер сұрап жүріңіздер. Бірақ сұрақтың да қиын екенін айттым, оны естіген екен амал қылу керек. Естіген сөзді басқа кісіге жеткізіп қою керек ол деп. Сондықтан енді бәрін Құраннан аламыз ғой. Біз Құраннан алуымыз керек, пайғамбардың хадисінен алу, хадистің де құдси хадистерден алуымыз керек. Сондықтан ижмадан аламыз, сахабалардың өмірінен. Кейін қияс қыламыз, таразыға салып екеуін салыстырамыз. Міне үшінші ғұрф әдетімізден аламыз, ғұрф бесіншісі. Міне сондықтан енді соған қараған кезде пайғамбарымыздың
өмірінен алатын болсақ, оны енді пайғамбарымыздың өмірін сахабалар айтып кетті ғой, ижмада. Сондықтан ол кісі өзіне өзі дем салып жүреді екен. Ол деген сөз дінде адам оқу бар да, бірақ адам оқудың оның тәртібі бар. Сондықтан пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам ақырғы 3 немен 2 наспенен оқиды екен. Ақырғы 3 сүре дегенде Ихлас, Фалақ, Нас сүресімен өзін оқып, міне өзіне өзі дем сап тұрады екен. Бұл деген сөз, ол енді бұл Құран бірінші шифа үшін түсірілген ғой. Неден шифа? Шифаюл айзи ас-суаль. Осының ішінен сұрап, адамдардың бірінші ілімсіздіктің дертіне дауа бұл. Кейін ілімсіз адамның рух ілімсіздік деген рухқа байланысты, тасауф ілімі. Міне сондықтан бұл рухтың шифасы болғаннан кейін, бұл адамның денесінің де шифасы болады деп пайғамбарымыз өзі дем салған. Сондықтан мына жаңа Фалақ сүресінің түсі болған, Нас сүресінің, Нас енді адамның жаманшылығынан сақтанатын сүре ғой. Бізге ешкім жамандық қылмайды адамнан басқа. Адамға адамның несі тәсірі өтеді. Бұны кейін жаңа телефоннан біреу тағы звондады. Мына сөзде сиқыр бар дейді, оны түсіндіріп беріңіз деді. Мынау қазірше жаңағы адам дем салады ма деген нәрселерді оқып жатырмыз. Жаңа дегенде айтып кеттім ғой алдында, мына шилия деген сөз жоқ қазақта, чил дейді. Чил ясин дейді. Чил ясин. Міне сондықтан ол анық ясинді оқысын деген жер жоқ. Пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламның кімнің неде сахабаларымызда оны айтпаған ясинмен чил деген 40 мәрте ғой парсының тілінде. Арбауын деп арабтың тілінде айтады. Ондай болмаған. Ал бірақ Ихлас сүресімен, Фалақ, Нас сүресімен, жаңа Бақара сүресінде Құрандағы ең үлкен аят, аятул күрсімен де оқыса болады деген пайғамбарымыздың қатты хадистері бар. Міне соларға жүгінген кезде енді мынау пайғамбарымыз айтты ғой, Құран кітабы түсті Сүра-и Бақара үшін деді. Пайғамбарымыздың хадисі бар. Құран түсті Сүра-и Бақара үшін. Сүра-и Бақара түсті аятул күрсі үшін. Аятул күрсі түсті бір аят үшін. Астайзу билля манзаллази яшфаху индаху илля биизне дейді. Алланың барлық нәрседен хабары бар деген аят үшін түскен мына Құран деп пайғамбарымыз осы үлкен Құранды бір нүктеге алып келіп тақырған кезде міне Алланың білмейтін нәрсесі жоқ. Сондықтан Алла енді білмейтін нәрсесі болмағаннан кейін адамның ауырып жатқан ауруынан да хабар болғаннан кейін сол шифа болады деп аятул күрсімен де адамға дем салуды, кісіге оқуға, дем салуға рұқсат берілген. Ал бірақ енді бұның барлық нәрсенің тәртібі болғандай, бұны жаңағыдай күн көру үшін емес, болатын болмайтын нәрселерге мысалы үшін оны оқи берсе, ана кісі ол шифа тап, мысалы үшін рактың шифасы жоқ қой әзір. Шындықты айтуымыз керек қой. Сондықтан ракты қайтып ол аятул күрсімен үшінен оқисын. Сол кезде Құранға зиян тиетін ақиқат. Кездестік қой, ол мен мысал үшін айтып жатырмын. Сондықтан болатын болмайтын нәрсеге жаңа Құран болады деп оны Құдайдан бір үміт қылып бір көлденең бір адам ұйқысынан ажырап қалғанда енді адамға адам тәсір етуі бар. Пайғамбарымыз өткенде де айтып бергенмен көп кітап жібергенбіз, ана бір әйелді алып келді ғой, пайғамбардың көзбен өлтіреміз деп. Ол әйел түйені өлтіріп қойды көзімен қарап. Міне сондықтан солар адамның зиянығынан Насты оқиды, мына дуа кештердің дуасынан Фалақты оқиды. Бұның бәрі келіп шығуы бар ғой. Сүрелердің, аяттардың неге түскенін жаңа енді жалпы халық білмейді ғой, бірақ бізге ұқсаған Құдайдан хабары бар, Құранды оқып жүрген адамдардың одан хабары бар. Сондықтан аятул күрсіні де қосамыз. Аятул күрсіменен Ихлас сүресімен, Фалақ, Нас сүрелерімен оқуда дінде рұқсат беріп қойған пайдаланады. Бірақ оның да бір әрпін қалдырмастан әдемілеп, дәретін алып, ауыз-ауызын керек нәрселермен тазалап, үстін таза қылып, адам оқитын адам, ана келген адамнан зиялы болып тұру керек. Оған соны түсіндіріп, таза жерде таза тәубет болу керек. Қазіргі тәуіптердің үйіне барсаң қандай масқара жатыр. Ана молла исекс дегенді көріп жатсыздар. Тәжік ағайындардың Тәжікстанда не істеп жатқанын, ана Қырғызстанның муфтиінің не істеп жүргенін көріп жатсыздар. Міне сондықтан ол екі адамға да бірдей бұл.
шипа іздеп келген адам да адамын тауып бару керек. Жаңа шипа беремін деп Құдайдың сөзін пайдаланып жатқан адамдар да сол талапқа жауап беру керек. Негіз деген кезде мына дін рұқсат берген, бірақ тәртібіменен міне оған да ілім керек. Сондықтан мына сұрақ сұраған бауырымызға үлкен рахмет. Бұл жерде жаңағы тәжікті ұлтының адамын пайдаланып айтты да, ол осылар адам оқиды, сол дінде бармады. Сондықтан мынау Ясинді оқуменен бұлар жаңа біздің масқапта, енді біз масқабымыздың иесі парсы ғой. Парсы, тәжік деген мағына бөлек. Осы парсы дегенде біз осы жерде солардың ұрпағы тәжіктерді білуіміз керек та. Мына бұларда енді көп жерінде мынау жаңа ненің ысқалап жүргендері рас. Мынау үш масқаптың Малики, Ханбали, Шафи дейді. Бұлар арабтар болған. Біздің масқабымыздың егесі тәжік болғаннан кейін жаңағыдай көп түсініспеушілік мәселелер араласып кетіп, қазір 74 масқап 72 фырқаға бөлініп кетіп жүргеніміздің мәнісі сода. Ал енді пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам ол инстан жинсқа жіберілген. Бұл жерде анау парсы, анау араб, анау қазақ, анау өзбек деп бөлінуге ешкім мақсаты жоқ. Құран бәрімізге ортақ. Пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам бүкіл адамзаттың керек болатын болса тіршіліктің гүлтажы ол кісі. Сондықтан ол кісіге түскен Құран бәрімізге ортақ байлығымыз. Мұхаммед алейхиссалам біздің адамзаттың гүлтажы болғаннан кейін бүкіл адамзаттың ол кісі асыл адамы. Сондықтан сол кісінің айтқан сөздерімен адам оқу дінде бар екенін сіздерге айтып қойдым. Рахмет.